келін түсіріп, қолымды ұзартып, немере сүйіп отыратын жасқа келгенде, осылай отымды өзім жағып, қазанымды өзім асып жүремін деп ойлаппын ба? Жасым болса 60-тан асты. Әлі бір рет рахаттанып келін жұмсап, қолымды жылы суға малып отырған емеспін. Босағамыздан бір емес, бірнеше рет келін аттаған. Алайда қазір олардың ешқайсысы жанымызда жоқ. Ең жаманы, сол келіндердің барлығын үйге үлкен ұлымның алып келгені. Дүниеге 2 ұл, 2 қыз әкелгенмін. Жолдасым осыдан 10 жылдай бұрын дүние есігін салған. Қыздарым Құдайға шүкір, бір-бір үйдің шамын жағып, түтінін түтетіп, біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүруде. Кіші ұлым университетті жақында бітіріп, Астана қаласында жұмыс істеп жатыр. Ал менің ең басты мәселем де, уайымым да қолымдағы үлкен ұлым болып тұр. Оның жасы 40-қа таяу. Жолы ауыр ма, әлде өзі жар таңдаудан қателесе берді ме? Осы жасына дейін 3 рет үйленді. Бірінші әйелімен өздері танысып табысқан еді. Сырын білетін, үлкендерін танитын жерден қыз іздеп көрейік, оныңды қоя тұр дегенімізде, болмай, мен оны жақсы көремін деп жүріп, бір күні үйге де әкелді. Өздері бақытты болып кетсе болды деп, әкесі екеуміз ақ батамызды бердік. Алайда, алғашқы ыстық суықтары басылған соң-ақ, олардың махаббаттары сыр бере бастады. Мінездері жараспады ма, қайта-қайта ренжісе берген еді. Ол кезде жас қой, әлі-ақ үйреніп кетер деп араларына түспегенмін. Қырғи қабақ болып жүргендеріне аса мән бермей, білмегенсіп келініме әңгімемді айтып жүре беретінмін. Ол болса, балама ғана емес, маған да тырысып, кірпідей жиырылып отыратын. Бір күні кетіп тынды. Балаңыздан көріңіз, не болғанын содан сұраңыз дейді. Басынан қатты ұстамағандықтан ба, менен көп нәрсені рұқсат сұрамай жасай беретін. Бетіме қарап, емін еркін сөйлей беретін. Ол кезде жолдасымның да көзі тірі. Ер адам ғой деп, одан да именбейтін келінім, осылай бәрін өзі кесіп пішті. Баламнан сұрасам, ол да келініңіздің өзінен сұраңыз дейді. Құдды бір мойнына жауапкершілік ала алмайтын кішкентай бала сияқты екеуі де. Екеуі жараспаса, біз не дейік? Шамамыздың келгенше басу айттық, бірақ олар елікпеді. Ақыры өз дегендерін істеді. Аузы күйген, үрлеп ішеді деуші еді. Бірақ бұл мақалдың менің балама қатысы жоқ сияқты. Бірнеше жыл өткен соң, ол тағы бір қызды сүйіп қалғанын, оның да кетәрі еместігін айтып, қайтадан үйленемінге басты. Бір рет тауы шағылған адамға екінші рет қалай қарсы боласың? Онсыз да, мен бірдеңе айтсам артқа тартасыздар, соның кесірінен жолым болмай келеді деп кейі беретін бізге. Тағы да, мейлі, бақытты болып кетсе бопты дедік. Ұлым да бір көрмекке жүзі тартымды қызды жетектеп келді. Өзі бұрын тұрмыс құрмаған қыз екен. Ұлымыздың ажырасқан айыбы бар. Құдаларымызға барымызды беріп, қыздарының бабын табуға тырыстық. Бірақ сырты жылтырағанның бәрі асыл бола бермейді ғой. Адам ауасы ішінде деген. Екінші келінім Дана бір саусағын ішіне бүккен қу болып шықты. Келе сала, үнемі менікі дұрыс, менің айтқаным болуы керек деген заң орнықтырғысы келді. Мұнысы енді ұлымның ажырасқандығын, өзінің әлі есік көрмеген қыз екендігін пайдаланғысы келгендігі еді. Мен мұны жақсы түсіндім. Жарайды, қулығына да көнейікші. Тек отымның басын тыныштық, дастарханымды береке жайласа болды деп біраз байқадым. Бірақ қайдан? Ұлымның әкелген айлығын азық-түлік алдым дейді де жоқ қылып жібереді. Қайда жұмсайтынын білмейміз. Ел қатарлы ақша жинап, тіршілік етуден қалдық. Мейлі, дүниені қойшы, ең сорақысы әзір бала тумаймын деп тулағаны болды. Бала деген еркектің ең осал жері ғой. Денсаулығы аттай келініміз бола тұра, біз үшін бір немере қол жетпес арман болды. Бұдан басқа да шектен шыққан тірлігі көп еді.
Ұлымның шыдамы шегіне жеткен күні оны да жөніне қоя берді. Екінші рет ажырасқан ұлым туралы ауыл адамдары әр түрлі қаңғу сөз өрбіте бастады. Олардың бір ұшы менің, бір ұшы ұлымның құлағына жетіп жатады. Осылай жүргенде отағасы аяқ астынан жүрек талмасы ұстап қайтыс болды. Аза тұтып, қайғырып жүргенде тағы біраз жыл уысымыздан шықты. Мен болсам қартайып барам. Баламның жасы 35-тен асты. Балам деймін-ау. Оның қатарластары бір отбасының иесі болып, әлде қашан отағасы атанған. Енді орнықтылау, өзіне тең қыз іздемесем болмас деп өзім кірістім. Таныстардан сұрастырып жүріп, тағы да бір отырып қалған қызды таптым. Айтуларынша, мінезі жақсы, алғыр, пысық қыз көрінеді. Отбасы қаланың шет жағында елді мекенде тұрады. Балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді екен. Бізге лайық келеді-ау деп, осы қызға тоқталдым. Арада жеңгетай боларлық адам тауып, баламен таныстырдық. Түпкі ойымызды несін жасырамыз? Екеуі де жас емес, не үшін кездесіп отырғандарын білді. Бір-екі рет кездескен соң қыз келісімін берді. Енді ақырын олардың басын қосу қамына кірістік. Балам екеуміз той жасап шаршағанбыз. Тойдың болмайтынын, басқа жоралғыларды жасайтынымызды, құда түсіп алып кететінімізді айттық. Бұған қыз жақта келісті. Белгіленген күні ағайынның үлкендерін іріктеп алып, ата жолымен жөн жоралғысын жасап, келінімізді алып келдік. Ауыл адамдарына беташар, кішігірім ауыл той өткіздік. Сөйтіп, бір күнде тағы да келінді болып қалдық. Апалап, жанымнан қалмай, үйдің тірлігін ұршықша иіріп, әкеткеніне қарап, сыпайы келініме сүйсінумен болдым. Ішімнен тіл көзім тасқа деп қоямын. Өзінің қолына көп нәрсе келеді екен. Ойын ашық айтатын келінім, апа, осы жасқа дейін не бітірді дейсіз? Біраз нәрсе үйреніп үлгергенмін ғой дейді. Не де болса, шындықты айтты. Бастапқыда бәрі жақсы болатын. Бір күні келінім, апа, бұрынғы жұмысымнан шықпаған едім. Уақытша демалыс алғанмын. Енді қайта шақырып жатыр. Әзірге жұмысымды тастамай, біраз уақыт сол жақта болып, істей тұрсам қайтеді деді. Жаңа үйге бірден үйреніп кету қиын ғой. Төркінін сағынған болар деп жібердім. Бастапқы 3-4 аптада сенбі-жексенбі күндері үйге келіп жүрді. Дүйсенбіде қайта шығып кетеді қалаға. Бірте-бірте келуін сиретті. Баламнан сұрасам, келеді ғой дейді де қояды. 2-3 ай өткенде телефон соғып, апа, мен енді қайтып бармаймын. Сіздердің тірліктеріңізді мен істей алмаймын. Қолымнан келмейді. Ондай жерде өмір сүре алмайды екенмін. Ерханмен өзім сөйлестім деді. Не болып қалды, тыныштық па? Түсіндіріп айтшы, келерінде қандай жерге келе жатқаныңды білдің ғой. Енді не өзгерді деген сұрақтарым жауапсыз қалды. Ештеңе түсінбеген күйі мен қалдым. Жұмыстан қабағынан қар жауып, түнеріп келген баламнан сұрасам, оған да сол сөздерін айтыпты. Біздің үйдің тірлігін істеуге қиналған екен. Түсінсем бұйырмасын. Тірлік істеуден қашып адам құрған отбасын тастап кете бере ме екен? Тірлік деген қайда да бар ғой. Ауыр болса жеңілдетіп берер едік. Не алдымен адам сияқты бетпе-бет сөйлесіп, дұрыс шешім табуға тырыспай ма екен? Оған ол оңай сияқты. Келмеймін дейді де келмей қоя салады. Ойыншық секілді көрінеді-ау. Кінәні өз баламнан да іздеп көрдім. Жігіттің сұлтаны болмаса да, бірге тұруға болмайтындай қояншық та емес. Мінезінде кемшіліктер де бар шығар, бірақ мінсіз адам болмайды ғой. Араққа сылқия тойып алып, әйелін сабағандарды да көріп жүрміз. Ондайы жоқ. Тым езде емес. Көңіліне жақпаған нәрсені бірден ашып айтады. Шешімі болса кесіп айтады. Білмедім. Еркектігінде кінәрат бар ма дейін десем, бірінші әйелі бір рет көтеріп түсік тастаған. Екіншісі де бойына бала бітіп тұрған жерінен тоғым келмейді деп алдырып тастаған. Сонда деймін-ау,
Менің балама әйел тұрақтамайтындай не сыры болды екен? Үшінші әйелі де кетіп қалған соң, ел-жұртқа қарайтын бетім қалмады. Тек кіші баламның жолы ағасыныкіндей ауыр болмасыншы, ол жар таңдауда қателеспесінші деп тілеумен күнімді өткізудемін.